Қазақстан Республикасының журналистер одағы облыстық филиалы тілшілер қауымына құрмет көрсетті. Мереке қарсаңында арнайы дөңгелек үстел отырысын ұйымдастырып, саладағы атқарылып жатқан жұмыстарды тілге тиек етті. Журналистер жасампаздық жаршылары. Бүгінгі басқосудың тақырыбы осы, мазмұны ерек, жөні бөлек. Өйткені 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің төл мерекесі. Өзіміздің бас телеарнамыз Жамбыл телеарнасының жігіттерін шақырып отырмыз. Бұларда бір тынбайды, күндіз-түні бір тынбайды дегендей, сол елдің жақсылығын, елдің жасампаздығын көрсетіп жүреді. Ал енді біздің журналистер, баспа журналистері, онды өздеріңіз білесіздер, бұларда қазір уақыт тауып, осы шараны өткізуге баспасөз газетті істейтін журналистер бір-екі апта бұрын дайындалып, газеттерін ертерек қамдап, ертерек шығарып, мен 28 күні шығатын газетті барлығын дайындап қойдым. Өйткені мереке кезінде шаралар көп. Сондықтан енді журналистердің тіршілігі көп. Іс-шарада журналистер қауымы марапаттан да шет қалмады. Олардың қатарында Жамбыл телеарнасының шеф-редакторы Дүйсен Молдашұлы мен редактор Шерхан Мұратбекұлы да бар. Жақсы ниетпен елдің батасын алып, алғысын алып жүре беріңіздер арқылы. Істеріңіз игілікті, жемісті, абыройлы болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сондай-ақ бұл күні жас журналистер Қазақстан Республикасы журналистер одағына мүше болды. Басқосу әсем әнмен жалғасып, көңіл шалқыды. Шерхан Мұратбекұлы, Асылжан Шымкент, Айқын ақпарат, Тараз.